Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен круассан пісіру рецептімен бөлісемін. 350 мл жылы сүттің үстіне 100 грамм қант және 1 шымшым тұз салып араластырамыз. Бір жұмыртқа салып араластырамыз. Бір шай қасық ашытқы саламыз. Және 100 грамм ерітілген сары майды салып араластырып, 500 грамм ұнды біртіндеп қосып отырып, видеода көрсетілгенде етіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың үстін асхана өлдірімен жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілді. Қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Қамырды жаямыз. Жайылған қамырды 3 бұрыштап кесіп шығамыз. Кез келген салма салуға болады. Мен осындай дайын жемісті пластиналарды салдым. Видеода көрсетілгендей дөңгелектеп орап шығамыз. Пештің табасына пергамент қағазын төсеп, круассандарды қойып, үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. «180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз. Круассандар дәл осылай көтеріліп піседі. Круассандарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.